Ассалаумалейкум қыздар. Бүгін сіздермен осындай ойыншықты распаковка жасайтын боламыз бірге. Бұл менің балам мен қызыма берген ойыншығым. Қазір бірге ашып көрейік. Сайтта бағасы где-то 3.500 или 4.500 ба, ұмытып қалдым. Но мен 328 конструктордан құралатын түрін алдым. Продавецке міндетті түрде мұқият орап жібер деп жаздым. Қыздар күшті, качествосы жақсы екен. Каналға тіркеліп, лайк қойып отырыңыздар. Алдағы уақытта неше түрлі распаковка болады. Қазір бұлардың барлығын шығарып алайық и бірге құрастырамыз. Қалай болатынын, качествосы қалай келетінін көреміз. Так, мен 2 столик бердім. Менде ұл мен қыз. 2 отырғышымен. Бұл жерде функциясы өскеніне байланысты, отырғыштың санына байланысты бағасы көтеріле береді. Ешқандай сынып келмеген қыздар. Ешқандай сынып келмеген. Қазір сіздермен негізі ауыр, бірақ жақсы. Маған где-то доставкасына 10.000 кетті. Вау! Ух ты! Көрдіңіздер ме? Күшті. Неше түрлісі бар. Міне. Давайте құрастырайық. Қазір мына бәрін шығарайық. Но даже астына қоятын бана жырып кетпеу үшін бар ғой, полды. Так, енді бірге қазір көрейік, құрастырып. Ішінде заттарын бәрін шығарып алдым. Бұл бізде су құяды мынаған. И песок салуға болады, кажется. Песок салуға болады. Мынау, видимо, бұлай басады. Мына жерін тесу керек. И суды осылай ағыз жіберу керек, кажется. Давайте құрастырайық. Қараған бойынша құрастырылуы өте оңай. Сіздерге сайтта фотосын, бағасын қалдырып кететін боламын. Міне, столымыз дайын. Мынау өте качественный екен. Енді бізге мынау жандарына ойыншықтарды салып қоятын конструкторларды. Бұны да қояйық. Отырғышымыз. Қызым қазір садикте, келгеннен кейін қатты қуанатын болды. Мінеки. Мен дұрыс құрап жатырмын ба, оны білмедім. Но құрастырылуы оңай. Мынау жіп алынады. Міне. Ой. Екінші столик. Күшті. Меніңше осылай. Мынадай. Бар екен даже. Қазір бірге құрастырайық. Еще мынаны алып былай қоюға болады. Сонда парта болады. Бұл бізде. И конструкторда болады. Күшті. Мына 2 отырышы өте әдемі болды. Маған қатты ұнады.
Мен құрастырғанда қате құрастырыппын. Мынаның астына бірінші қондырылады екен. И потом аяқшасын қондыру керек екен. Қазір мен мына жердегі осыны құрастырып жатырмын. Бұрында жақсы құрастыратын едім мұндайларды. Қазір кішкене миым жетпей жатыр бұларды құрастыруға. Құрастырып қойдым. Енді былай мына жерден екіншісін жіберейін. Тағы шарик болса, мынаны да өйтіп ысырады екен. Күшті.